Кеңес Оразбекұлының «Үзілген гүл» әңгімесі. Бүгін Жамал апай табиғат туралы оның адам үшін маңызы жөнінде әңгімелеген. Гүлімнес сабақтан келе салысымен асханадан пышақ пен шыны ыдыс алып, үй сыртындағы қыратқа шығып кетті. Біраздан кейін жүзі гүл-гүл жайнап қайтып оралды. Қолындағы шыны ыдысқа қырдың ақ гүлдерін толтырып жинаған еді. Оларды бақша ішіндегі гүл егетін алаңға апарып отырғыза бастады. Осы кезде үйден шешесі шықты. Қызын бақша ішінен көрді де жанына келді. «Қараш апа, мына әдемі бәйшешектердің адырдан қазып алдым. Біздің Жамал апай айтты, табиғатты қорғау керек деп. Сен оларды қорғаудың орнына өсіп тұрған жерінен үзіп әкелдің ғой. Иә, міне қарасаңызшы, тамырлары бар. Қайтадан отырғызып жатырмын. Мен бұларға күнде су құйып күтетін боламын. Әйтпесе далада оларға ешкім қарамайды. Жазға жетпей қурап қалатыны содан». Шешесі мырс етіп күліп жіберді де бірден салмақты күйге ауысып, «Сен дұрыс жасамадың, Гүлімнес» дейді. Табиғатта не нәрсенің болса да өз орны, заңдылығы бар. Бұл бәйшешектер көктемнің хабаршысы, ерте гүлдейтіні содан. Бұлар қурағаны мен орнын басқа гүлдер басады. Сонысымен де адамға қымбат. Мына гүлдер қай жерде гүлдесе, сол жерде ұрық шашып, ендігі жылы тағы өніп шығар еді. Ал сен оларды білместікпен зорлап әкелдің. Егер Жамал апайыңнан табиғатты қалай қорғаймыз деп сұрап алғаныңда бұл іс болмас еді. Гүлмінездің жүзі қызарып төмен қарады. Шешесі қызының шашынан сипап, бұларды енді осы орнынан қозғамай-ақ қой. Екінші рет қателік жасамауға тырыс. Жүр үйге, тамақ суып қалды дейді. Ол ілбіп басып шешесінің соңынан ерді. Сөйтсе де оның санасында табиғатты қалай қорғаймыз деген сауал жаңғырақтай боп тағы да қайталанды. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.